Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін агар-агардан дәл осындай мармелад дайындаймыз. Бұл мармелад басқа мармеладтардан қарағанда ерекше болып келеді, және де тәттіні ұнатпайтын адамдарға арналған рецепт. Бізге керегі кез келген тосап, яғни варенье, бөлме температурасындағы су, және де мармеладты дайындауға арналған дәл осындай агар-агар кез келген супермаркет және де магазиндерден таба аласыздар. Ең алдымен суымызға агар-агарымызды қосып жақсылап араластырамыз. Одан соң біздің ыдысымызға құйып, асты орташа отта ерігенше, яғни шамалы қайнағанша араластырамыз. Мінекей осылай қайнап шығады, сол кезде біздің тосабымызды құямыз. Екеуін жақсылап араластырып, ішіндегі агар-агар еруі керек. Және де қайнап шыққан уақытта астын өшіріп, шамалы ғана суытамыз. Мінекей қайнап шықты, енді астын өшіріп, біраз суытыңыздар. Біздің мармеладтарымыз дайын болды. Енді формаларымызға құйып шығамыз. Кез келген силиконды формаға құйсаңыздар болады. Мен осылай арнайы кекс пісіретін формаға құйдым. Немесе ыдыстарға да құйсаңыздар болады. Бірақ ол ыдыстарды міндетті түрде ең астына пищевой пакетті төсеп, содан соң барып үстіне құясыздар. Болмаса асты жабысып алынуы да қиын болуы мүмкін. Ал осындай силиконды арнайы формаларға құйсаңыздар оңай алынады. Салқын жерге 1-1,5 сағаттай қатырамыз. 1,5 сағатымыз өтіп шықты. Біздің мармеладтарымыз осылай қатып шықты. Өзінің формасынан оңай алынады, өйткені силиконды форма болғандықтан асты ешқандай жабысып қалмайды, және де алынуы да оп-оңай. Мінекей достар, агар-агардан жасалған мармеладтың бір түрі дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода желатиннен жасалатын нағыз мармеладтың түрін көрсететін боламын. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.